Сәлем достар, бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ, дәмі ауызда еритін керемет пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдымен қамырын дайындаймыз, ұнға қопсықыш қосып араластырамыз. Сосын шекер қосып араластырып аламыз. Сары май қосамыз, пышақпен турап, ұнмен біріккенше қолмен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан соң, бір жұмыртқамен қамыр илейміз. Дайын қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Қаймақ, жұмыртқа, шекер, езілген малина және крахмалды қосып, жақсылап араластырамыз. Толық мөлшерін описаниеге жазып қоямын. Венчикпен жақсылап араластырып, ең соңында крахмал саламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, ұнның көмегімен орташа етіп жаямыз. Дайын қамырымызды оқтауға орап, формаға саламыз. Артық қамырымызды алып тастап, үстіне начинкасын құямыз. 180 градуста қызып тұрған духовкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, суытып барып, бетін әсемдеп, дастарханға ұсынамыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.